Бүгін мен сіздермен өзімнің бір көп адамдар білмейтін, өзім өмірде күнде қолданатын бір секретіммен бөлсем. Бұл секрет кез келген адамды жетістікке жеткізеді, кез келген адамды бақыт етеді, және де өзіміздің арманымыздағы кез келген дүниені алдымызға алып келіп беретін секрет. Видеоның соңына дейін көріңіздер, осы секретпен сіздермен де мен бөлісетін боламын. Менің есімім Еркебұлан, Абройвоч компаниясының иесімін, 22 жастағы долларовый миллионермін. Бүгінгі видеода біз шүкіршілік бойынша айтатын боламыз. Өмірде әртүрлі кезеңдер бар да. Бұрын мен арманым болатын, айына 1 миллион теңге табу. Мен қатты ойланатынмын, айына миллион теңге табам. Мына жерге қазір видеоны қойып қойсақ та болады. Иншалла, осы бизнес жарған соң дальше больше ғой. Одан миллион теңге таптым. Одан кейін мен арманым болатын. Осы миллион теңгені стабильно табайыншы, және бір рет қана емес, стабильно табайыншы дедім. Стабильно болды. Өзімнің арманым болды. 5 миллион табайын. 5 миллион таптым. 10 миллион табайын дедім. 10 миллионды да таптым. 20 миллион бір айда табайын дедім. 20 миллион таптым. 40 миллион бір айда табайын дедім. 40 миллионды таптым. Одан кейін 50 миллион теңге бір айда тазамен, оборот емес, 50 миллион бір айда тазамен табам дедім. Таптым. Яғни былай да, оны тапқан кезде де менде барлық сәтте бір ғана іште дүние болатын. Ол мысалы сен 50 миллион табасың ғой. Сен ойлайсың да, мен 50 миллион тапсам бақытты болып кетемін деп ше. Немесе өзің арманыңдағы машина ше, мысалы BMW алсам бақытты болып кетемін. Жақында өзіме тағы да бір көлік заказ бердім. Ол 100 миллион теңгеден астам тұратын машина. Және де мен де қазір ойламаймын да, ол машина келсе мен бақытты боламын деп. Себебі менің бақытты болуыма сыртқы факторлардың ешқандай қатысы жоқ, ешқандай әсері жоқ. Себебі мен итак бақыттымын. Мен бақытты болып туылғанмын, және де Аллах тағала мені бақытты етуге барлық дүниені маған беріп қойған да. Мысалы денсаулықты да берген, ата-анам тірі, және әдемі внешность берген, және маған не керек, барлығын Аллах тағала маған берді да. Даусым да ұнайды, яғни маған өзімнің барлық дүниелерім ұнайды. Кейбір адамды қарайсың, Аллах тағала оған да барлығын берген да, бірақ ол бақытсыз, тіпті бай болса да бақытсыз. Бірақ көбінесе олар бай емес, бақытсыз. Қалай? Мысалы мен таныстарым бар, өмірі біреуге жалтақтауы мүмкін да. Машина алып жатса, мына машина алып кетті ғой, дейді. Біреу кәсіпте үлкен оборот жасаса, мына кәсіпте мынандай оборот жасады, мен де жасауым керек. Мысалы біреу сағат сатып жатса, мен де сағат сатуым керек деп, мысалы мен қаншама таныстарым сағат бизнесіне кірді, бірақ көбісі жүргізе алмады да дальше. Неге десеңіздер, өмірде білмеймін бұл қалай жұмыс жасайды, бірақ та бір ғана состояние бар. Көп еститін шығар, состояние ол сенің ақшаңа теңеледі деген. Бірақ ол расымен де сондай екен да, яғни адамның ішкі состояниясы оның ақшасына да, оның отношениясына да, оның бүкіл бақытына әсер ететіні шынымен 100% мен келісемін. Және де бұл ең мықты состояние ол шүкіршілік. Мысалы, көп бақытсыз адамдар, көп ақша таппайтын адамдар, шүкірсіз адамдар да, бар дүниеге олар шүкір етпейді. Мүлдем шүкірсіз олып, жай ғана біреуге қарайды да қызығады. Мынау осынша тауып жатыр ғой, мен бұған қашан жетем? Менде менде бұл зат жоқ, неғып маған Құдай бермейді? Мен қай жерде күнә жасадым? Мен неге бұндаймын, мен неге сондаймын деп, яғни өзіне жетіспеушілікке өзінің фокусын құрады. Бай адамдар, мысалы, кризис моментінде де нормально, хайыры, қандай зат болады? Шүкір, осы затқа да жеткілікті деп ойлайды да. Бірақ сол жеткілікті деген кезде бір қызығы артып бастайды да, яғни ақша келіп бастайды. Жалпы шүкіршіл адамның, шүкірсіз емес адамның қандай айырмашылығы бар іс-әрекет жасауында? Шүкірсіз адам резкий болады, шүкірсіз адам андай шешімді ойланбай қабылдайды, яғни тупой болып қабылдайды да. Именно крипто саласы немесе басқа бір салалар бар да, айтады да, биткоинға мен кезінде мынанша миллион салғанда менде мынанша миллиард болушы еді, неге мен салмадым деп ойлайды адамдар. Бірақ та бұл шүкірсіз адамның қылығы да, егерде деп сөйлейтін ше. Егерде мен биткоинді бүйтіп алған кезде бүйтуші едім деп ше. Егерде сен биткоинді алдың, ол құлап кеткенде не болушы еді? Сен бәрін жоғалтушы едің. Яғни онда егерде деген сөз ол дұрыс емес та. Ал шүкірі жоғары адам, барлық затқа Аллахқа шүкір ететін адам, ол әрқашан не дейді? Ол осы жеткілікті дейді да оған. Мысалы, мықты ұсыныс түсіп тұрса оған, мүмкін ол ұсыныста хайыр берекет жоқ та, бірақ ұсыныс түсіп тұр, ол не істейді? Ойланады да, ішінде қаламай тұр ғой, маған осы жетеді, бұл шешім маған керек емес дейді. Не істейді? Жаңағы бір қиын бәледен тыныш қалды, дұрыс па? Яғни бәле оған бойына, басына келмеді. Шүкірсіз адам тағы да деген сияқты андай резкі шешім қабылдайды, ойланбай, соның кесірінен ақша жоғалтады. Түсіндік, яғни шешім қабылдауда шүкірсіз адам мен шүкірі бар адамның қандай разницасы бар. Жалпы шүкіршілік бойынша мен ойлағым ғой, негізі неге осы басқа батыстың Құдайға сенбейтін адамдар да бай, неге басқа дін өкілдері де бай, яғни олар мұсылман емес қой, бұлар шүкіршілік деген зат естімеді ау деп ойлайтынмын да. Потом бір кезде мен бір фильм көремін, Секрет деген фильм. Яғни егер де көрмесеңіздер, көріңіздер, бірақ исламның призмасымен көріңіздер. Секрет деген фильмді көріп отқан кезде мен ана жерде яғни визуализация дейді, яғни сен не ойлайсың, сол болады, сен елестетуің керексің өз болашағыңды дейді.
сен күнде армандауың керексің дейді да. Бірақ та соңында келесі маңызды зат айтады да. Сендер тура соны елестейсіңдер, армандайсыңдар, бірақ та іштеріңде осы бар дүниеге рахмет, благодарность болу керек дейді да, яғни шүкіршілік болу керек дейді да. Егер де сенде благодарность болмаса, қазіргі сенде болып жатқан дүниеге анау армандаған заттар келмейді дейді. Және де мен соны түсінемін да, мыналар исламдағы принциптарды, жаңа мысалы секрет деген фильмде айтылады, яғни успехқа жеткен адамдардың барлығы осы затты түсінген да. Яғни сен қаншалықты шүкір етсең, қаншалықты осы өзіңде болып жатқан заттарға риза болған сайын, сенде арта береді, ұша береді. Яғни сен старат етпейсің, сен напрягаться етпейсің, сен андай тез резк шешім қабылдап, яғни қате оймен, эмоциямен кетіп қалмай, сен на расслабоне барлығын айырасың да. Сол үшін де мен айтқым келетін зат, менің секретім осы, әрқашан шүкіршілмін, қандай жағдай болмасын. Яғни бұл видео атса да атпаса да шүкіршілік бар. Мысалы танымалдылығым артса да артпаса да шүкіршілігім бар. Мен бизнесім өссе де өспесе де мен барлығына шүкірмін. Және де тура осындай подходпен мен өзімнің алғашқы ютубта видеомды салған болатынмын. Міне видео жасайтын жігіт біледі. Мен өзім ойлағам, примерно 1000 просмотр болса сол видео жетеді. Күшті ғой дедім. 1000 просмотр мен примерно инстаграмнан подписчиктарым көрсетсем жеткілікті. Ол ютубта атып кетеді деген ойда жаңа сенімде жоқ та. Бір кезде қараймын 20 000 просмотр, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 просмотрға жетті да. Менің ең бірінші өзімнің историямды айтып берген видео. Сол видео 100 000 атып кетті. Бірақ мен ондай ожидание болмады да шімде. Егер де ол видеоны көрмесеңіздер, менің толық өмір жолым историясын осы описанияда сілтемесін қалдырамын. Сол видеоны көріп, менің толық өмір жолыммен танысып шықсаңыздар болады. Өте пайдалы, өзімнің қиындықтарымды барлығын как есть айтқан болатын. Сол үшін де соны көріп шықсаңыздар болады. Жалпы видео пайдалы болды деп ойлаймын достар. Келесі видеода кездескенше әрқашан шүкіршіл болып жүріңіздер. Каналымызға подписаться етіңіздер.